Нормально, бәрі жақсы. 1, 2, 3 бас. Сен баса тұрдың. Қалай қысты? Несі? Бастай берейін ба? Сәлем достар, бұл Көкжиек подкасты. Сіздермен мен Рашиден Тоғжан Арманқызы. Мұнда біз дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы номері 11-ші облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернатының ұстаздары және оқушылармен ой алмасып пікір қозғайтын боламыз. Бүгін біздің алғашқы шығарылымымызда қонақта мектебіміздің тарих пәнінің мұғалімі Әлмұқан Асқар Сатыбайұлы. Асқар ағай, қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы бұл подкастқа сізді шақыруымыздың себебін өзіңіз жаңа сұрап кетіп жатсыз ғой. Білмеймін, ең алғашқы осы подкастта мен түсіремін деген кезде ойыма ең алғаш сіз түстіңіз. Жалпы сізге ең бірінші сауалым мынандай: сіз өзіңізді кіммін деп танисыз? Немесе сізді өзгелер қалай танығанын қалайсыз? Кім деп танисың дейсің бе? Иә, өзіңізді кіммін деп танисыз? Мысалы, мен мұғаліммін ғой. Мен негізі миссиям сол деп ойлаймын негізі. Мен енді оған біртіндеп келдім ғой. Сразу мұғалім болып туған жоқпын, бірақ мен қазір анам бәрін өтіп шыққаннан кейін ойласам, менің миссиям, бұл миссиямды орындадым деп ойлаймын енді. Менің миссиям білім беру, баланы бағыттау, тәрбие беру, баланы осы Қазақстанның бір жақсы азамат етіп өсіріп шығару. Жан-жақты, мұғалімдіктен де негізі жоғарылау сияқты. Өзіңді өзің мақтадың деп айтасың ғой қазір. Жалпы, мен өмірдегі миссиям сол деп ойлаймын. Мен өзімді ұстаз ретінде көремін. Басқа еш жақтан көре алмайды екенмін шынымен. Мысалы, мен де сізді ұстаз ретінде, тарих пәнінің мұғалімі ретінде көремін өзіме. Мүмкін жақынырақ танымағаннан шығар. Жалпы, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді ғой ол абай. Сіз өзіңіздің осы ұстаздық жолға қалай келгеніңіз туралы азын-шоғын кішкене көрермендерге түсінікті болу үшін мәлімет бере кетсеңіз, не үшін сіз тарих пәнін таңдадыңыз? Мен тарих таңдаған жоқпын негізі. Мен тарих өзіне таңдап алған сияқты осы қажет деп. Мен мектепте жақсы оқушы болдым жалпы. Бірақ мұғалім боламын деген жоспарым болған жоқ ондай. Мен кейін мұғалім болғаннан кейін, мен осы мұғалімдікте қалыптастырғаннан кейін ойласам, мен қалыптастыруыма әсер еткен мен мектептегі ұстаздарым екен. Бірнеше адамдарды атап айта аламын мен. Мысалы? Мен үшін ең бірінші басты отырында тұрғанда, ылғи да бәрі видео айтады қазір. Сен де таңғаласың. Мені мұғалім етіп қалыптастыруда, адам етіп қалыптастыруда үлкен рөл атқарған адам мен дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі. Мерфайыз деген ағай болды. Мен көп сұхбаттарда айтып жүрмін. Өткенде де бір-екі жерде айттым. Кімде Бердібек Соқпақбаевты балық 16 жасар чемпион деген жекпе-жек деген роман бар. Сол романда анда дейтін басты кейіпкер ауылдағы жай қарапайым бала болады. Сосын солардың ауылдарына жаңадан дене тәрбиесі мұғалімі келеді. Николай Трофимович деген кісі. Ол кісі ана баланың бүткіл өмірін өзгертеді. Дәл солай болды. Біз 5-ші класс оқып жүрген кезде біздің ауылымызға Мерфайыз ағай келді. Мерфайыз ағай тек қана физрук емес еді, ол кісі дейтін. Ол кісі дене тәрбиесінің барлық саласын меңгерген адам болды. Ол кісі нағыз адам болды. Ең бастысы ағай әділет деді. Ағай дейтін дене тәрбиесі пәнге айналдырды ғой. Ағай келгенше дене тәрбиесі былай өтетін еді. Апай бізді шығарады да, ортамызға доп лақтырады да, біз анда костюм шалбармен, ақ көйлекпен бәріміз бүйтіп. Ағай келіп бәрімізді тәртіпке салды. Ағайдың өзінің қатаң ұстанатын нелері бар. Ол кісі дейтін ана программаны бізге таныстырады. Бәрі сол бойынша жүреді. Бәрі әділ. Мысалы, балалар ертеңнен бастап кросс басталады десе, ағай бүйтеді. Бірінші апта кроссқа дайындық. Екінші апта кросстың алдын ала бақылаулары, үшінші апта кроссты тапсырасыңдар. Кросста мынадай уақыттың арасында келгендер 5 сағат, мынадай уақыттың арасында келгендер 4 сағат, мынадайдың уақыттың арасында 3 алады, 2 алады. Біз алғаш кезде мән бермедік. Ағай сол айтқаннан қайтпайтын еді. Мысалы, 2 тапсырсаң, журналға 2 қояды. Физкультурдан 2 алу дейтін вообще қиын нәрсе ғой. Иә. Соған біз кәдімгідей дайындалатын болдық. Но дайындық уақыты балдар бәріміз ауылда айналып жүгіріп 3 шақырымға тапсыру керек болса, сол 4-ке жету үшін біз қаншаға дейін жүгіру керек екенімізді білеміз. 5-ке жету үшін техникаларын, әдістерін бәрін үйретеді. Әділ. Мен дейтін таза 5-ке оқитын мұғалім болдым. Оқушы болдым. Ағай келгенде мен физкультурдан 4-ке шықтым. Бірақ ешкім ағайға ренжімейтін еді. Алдын ала айтты, әділ еді. Айтқаннан қайтпайтын еді. Ешкім тыңдамайтын еді. Ешкім оған күштеп апарып бағасын өзгерте алмайтын еді. Ағай біз дейтін
адам етіп қалыптастырды. Сол кісі үлкен әсер етті маған. Иә, жалпы өзіңіз айтып отырсыз ғой, мен өзімнің дене шынықтыру пәнінен берген мұғалімім деп. Сіз сол кісіні айтып отырған кезде менің ойыма сіз келіп отырсыз, өйткені сіздің де осы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, яғни өзіңізді ұстаз ретінде, ұстаз жолында қалыптастыруда үлкен рөл атқарған осы ағайыңызға ұқсаған екенсіз деп ойлаймын. Жалпы осы тұрғыдан өткен күннің сабақтары қазіргі таңда қалай деп айтсам болады, қазіргі кезге қалай әсер етеді? Енді сен мана ұқсап жатсың деп айтып жатырсың ғой. Мен де өзімді ең бірінші мектепке сабақ барған кезде ағай болса қалай айтар еді, ағай бұны қалай істер еді деп соның призмасынан өтетін едім. Сосын да қазір мен көп шәкірт тарихшыларым бар. Солар айтады, сабақ беріп тұрған кезде Асқар ағай қалай істейтін еді осы болса, осы ситуациядан қалай шығады деп ойлайды. Сабақтастық қой бұл дейтін. Негізі көп алғыс, енді ол кісі қазір жоқ, марқұм болды. Менің өзім сыныптастарымның арасында да ұстаздық жолды таңдаймын деген оқушылар бар. Мысалы, қазақ тілі әдебиетінен неге ол ұстаздық жолды таңдайсың, қандай мұғалім боласың деп сұрақ қойған кезде мен Ақерке апай сияқты болғым келеді деп айтатын. Сол сияқты болып тұр ғой. Жалпы осы тарих пәнін сіз өзіңіз жақсы көретін шығарсыз, жақсы көресіз ғой енді. Сол тарих пәнінде көптеген елеулі де елеусіз де оқиғалар болды ғой. Сол осы тарихта көп талқыланбай қалған, еленбей қалған қандай оқиғаны сіз мектеп бағдарламасына немесе өзіңіз осы кітапқа қосқыңыз келеді? Жалпы енді ондай нәрселер көп қой. Мысалы, мен бұрын ауылда жұмыс істедім. Ауылда даусың шықпайды, ешқайда жетпейді даусың. Қалаға келгеннен кейін мен үлкен жиналыстардың бәріне барған сайын біртіндеп ылғи да мынадай тақырыпты көтере беретін едім. Мектепте алаштың оқытылу деңгейі төмен, мектепте алаш дейтін дұрыс оқытылмайды, мектепте кеңес үкіметіне көп берілген. Мен әуелі облыстық семинарларды айттым, республикалық семинарларды айттым, министрлікте жиналыс. Ақыр соңында қазір бізде алаш мәселесі шешілді. Алаш дейтін үлкен тарау қазір. Алаш 9-шы класста оқытылады, алаш 11-шы класста оқытылады, алаш қайраткерлері жеке-жеке оқытылады, Әлихан Бөкейханов жеке тақырып, Ахмет Байтұрсынов жеке тақырып. Сондай сияқты, мысалы бізде де қазір мен Ұлы Отан соғысына қатысты мектепте берілетін тақырыпқа мен қарсымын. Мысалы ана жерде көп, енді мұғалім басты негізі ол жерде, ана жерде тақырып. Мұғалім ол тақырыпты қалай оқытатынын өзі біледі. Кітапта жазылғаннан басқаша да оқытылады. Сабақтың мақсаттары деген нәрсе бар. Сол мақсатқа жету үшін кейде программадан шыға алмай қалған кезім болады, бәрібір өзінше оқытылады. Мысалы, Ұлы Отан соғысында не нәрселер маған ұнамайды? Біріншіден, Қазақстан тарихында бізде әлі Ұлы Отан соғысы деп оқытылып жүр. Ол мүлдем екінші дүниежүзілік соғыс. Екінші дүниежүзілік соғыстың бір бөлігі. Сосын екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына КСРО-ның қатысы бар. КСРО мен Германия одақтас болды. Ол нақты факт. Соғысқа дейтін жұрттың бәрі өз еркімен барған жоқ. Соғыс адам өз еркімен баратын жер емес негізі. Соғысқа күштеумен барғандар бар. Соғыста сосын КСРО-ның командирлерінің, жоғары қолбасшыларының дұрыс жүргізбеген саясатының кесірінен босқа қырылған адамдар көп. Сосын коллаборационизм деген нәрсе бар, сатқындық деген нәрсе. Бізде оны бір жақты қарайды. Отан сатып кеткен деген сияқты әңгімен қарайды. Халық жауы деген сияқты. Екінші жағынан қарасаң, кеңес үкіметі соғыстың алдында не істеді? Үлкен аштық жасады, репрессия жасады, колхоздастыру жасады, конфискация жасады. Солардың ұрпақтары соғысқа барғаннан кейін неге немістің жағына шығып кетпеу керек? Егер ол үкімет мені әкемді атып тастаған болса, сол адамдардың призмасымен қарамайды ғой. Сосын екінші дүниежүзілік соғыстағы Түркістан легионы деген нәрсе бар. Үлкен оқиға. Кітапта ол туралы ештеңе жоқ. Түркістан легионы. Әлі күнге дейін жұрттар Түркістан легионына сатқындар сияқты қарайды. Сен мына мәселені қара. Ана Түркістан легионынан құрылған әскерлерден топ қылып, бізде Атыраудағы ол кезде Гурьев мұнай өңдеу заводын жару үшін арнайы диверсиялық топ түсірген бізге. Диверсиялық топтың басшысы Тілеумағамбет деген кісі. Өзіне псевдонимге Әлихан Ағаев деген аталған. Маған ылғи да Әлихан аға болып естіледі. Атын Әлихан деп алған, фамилиясын Ағаев деп алған. Әлихан Ағай. Өзінің ана диверсиялық тобы бар ғой. Немістер ғой жіберіп жатқан. Диверсиялық тобының атын Алаш деп атаған. Командирі Әлихан Ағаев. Солар мұнда келіп түсті. Біздердің тарихқа дейін әлі күнге дейін оларды сатқын деп айтып жүр. Қарап тұрсаң, менде Түркістан легионы туралы көп нәрсе білмеймін. Түркістан легионына Мұстафа Шоқайдың қатысы бар. Мұстафа Шоқай, ол Түркістанның үлкен нәрсе, біздің тарихымызға қатысты нәрсе ғой. Ол ана соғыстың ішіндегі ана жерде ерлік көрсетті, мынау жерде ерлік көрсетті дегеннен гөрі басты нәрселерді оқыған кезде Түркістан легионы тақырыптың ішінде бөлек тақырып болмаса, подтема болса да тұру керек ол. Соғыстың соңғы кезеңдері туралы дұрыс айтылмаған.
шығыс майдандағы Жапониямен соғыс туралы айтылмады. Мысалы, Жапонияға соғыс жариялап келісімшартты КСРО бұзғанда біздің ешқандай кінәміз жоқ, ол туралы анық ашық айтылу керек қой. КСРО жақта басқыншылық соғыс жүргізді, Кореян жеріне басып кірді, Кореян бөліп алуға әсер етті, Жапониямен соғысты. Кітапта ол нәрсе туралы ештеңе жоқ қой. Кітап белеңге ту-туғымен бітіп қалады ғой. Енді мұның барлығы тарихты бұрмалау деп. Нақтыланбай тұрған нәрсе. Нақтыланбай тұрған нәрсе. Оны әлі нақтылау керек қой. Сол Бернард Шоудың тарих не дейді дегенде, тарих баяғы өз өтірігін соғады деген сөз бар екен. Соны оқыған болатын алдыңғы күні. Тарих не үшін бұрмаланады? Тарих дейтін идеология тұрған. Тарих саясаткерлер, мемлекеттің басына келген адам өзінің саясатын жүргізу үшін ана тарихты идеология ретінде пайдаланады. Сондықтан ол өзінің тарихты өзінің қажетіне қарай бейімдейді. Мысалы, кеңес үкіметі билікке келді. Кеңес үкіметі кеңес империясының үстемдігін орнатқысы келді. Барын жаңадан орнатқысы келді. Сондықтан ескінің бәрін іске алғыс жасады. Байшыл деді, буржуазшыл деді. Тарихты кеңес үкіметінің кезінде ресейлік империяның отаршылдық саясатының өзін кеңес үкіметі басқа идеология қарай пайдаланды. Ресей отарлаған жоқ, Ресей көмекке келді деген. Уже тарих бұрмаланады. Яғни тарих саясатқа араласқанда, саясат тарихты идеология пайдаланғанда ол бұрмаланады. Ол көбіне тоталитарлық мемлекеттерде болады. Тоталитарлық мемлекет бүткіл халықты өзінің бақылауында ұстағысы келеді. Сондықтан оған тарихты да өзінің ыңғайына қарай. Қай мемлекет идеологияны халықтың санасын бүркелемеу үшін пайдаланғысы келсе, олар тарихты бұрмалайды. Бізде де әлі идеология жүзеге асуда да. Бізде де бұрмалаушылық бар ғой. Иә. Бірақ тарихтың тағы бір нәрсесі бар. Уақыт өте келе бәрібір шындық қана қаптымында жатпайды ғой. Жат бір күн тиісіп атып шығады. Бәрі ол қайттан қалпына келеді. Ашылады. Ол уақыт дейтін төреші ғой. Біз өмір сүріп жатқанда ол уақыт ұзақ сияқты көреміз. Біздің өмір сүрген 50-60 жасымыз тарихтың көзімен қарасаң қып-қысқа уақыт қой. Қып-қысқа уақыт, иә. Күн ертең, мысалы, кеше КСРО-ның заманында осы Алаш туралы шындықты айтып отыра аламыз деп кім ойлады? Сен білмейсің, мен КСРО заманында мектепте оқыған адаммын. Алашты мектепте оқымаған адаммын. Енді келіп жұртқа Алашты оқытып жүрмін. Қасқамын уақыттың өзінде. Иә, кішкентай уақыттың ішінде. Идеология ұнап түсті. Тарихта басқа жаққа өзгерді. Басқа жаққандағында нағыз шындығына барды. Бірақ әлі оны ашатын жерде көп. Иә, ашылмаған тарих өте көп. Қазіргі заманға келгенде де бізде желтоқсан оқиғасын бұрмаланған, қаңтар оқиғасының өзі, қаңтар оқиғасының өзі, оның көлеңкесі толып тұр әлі. Иә, әлі белгісіз. Болашақтың еншісінде. Тарихтың бір жаман жері сол, тарих асықпайды ғой. Бірақ ол келгенше ана тарихтағы адамдар көп күтіп қалатыны бар, қиналыңқырап қалады. Жалпы енді қазіргі кезге оралайық. Қазіргі кез заман біз айтқанда да жаңа қып-қысқа уақыттың ішінде өзгеріп жатыр да. Мысалы, біз 2 жыл бұрын ChatGPT деген екенін білген жоқпыз. Қазір заман қатты дамуда, мысалы жасанды интеллект, өзіміз күнделікті өмірде қолданып жүрген ChatGPT деген сияқты сайттар. Мысалы, қазіргі әлеуметтік желілердің тарихты танытудағы рөлі қандай? Дұрыс пайдаланса, сол нәрселер қазір заман өзгерді ғой. Уақыт тез өзгеретін болды. Сосын уақыт тез жылжитын болды. Ол ақпараттың алудың жеңілдеуіне байланысты. Мысалы, осыдан 40 жыл бұрын бір ақпаратты алу үшін сен бірнеше ай уақыт кетеді. Үйіне шығасың, кітапханаға барасың, андан дейтін энциклопедия аласың, керек бетті табасың, оқисың, онда жоқ болып қалуы мүмкін, басқа жерден іздейсің деген. Қазір әлемде бүткіл ашылған жаңалық сен қалтаңда тұр. Иә. Оны ұстау үшін санаулы секундтардың ішінде аласың да, керек нәрсені жазасың, оқи. Сен ақпаратты тез аласың. Сондықтан қазіргі адамдарға ақпарат анадай үлкен ақпарат бар ғой. Том кітап деген нәрсе, сериал, кино деген нәрселер өтпей қалатын болды жастарға. Жастарға кішкентай нәрсе керек болды. 1 минут, 2 минутта, 3 минутта соның мәнін түсіндіретін нәрсе. Сондықтан қазіргі әлеуметтік желіні тарихты үйретуге молынан пайдаланулар, просто әлеуметтік желінде, интернетінде мүмкіндігі көп қой. Адам оны қалай пайдаланатынына байланысты. Мысалы, кез келген нәрсенің жақсы жағы бар, жаман жағы бар. Әлеуметтік желіден өзіме керек нәрсені аламын десең, онда неше түрлі ақпарат толып тұр. Кітап оқиын десең, оның бәрі тұр. Оқығың келмесе, оны тыңдауға болады оны. Аудиокітаптар тыңдауға болады. Кез келген нәрсе, кез келген жақсы ақпаратты, кез келген нәрсені, жақсы нәрсені қарауыңа болады. Бірақ оның ішінде кез келген жаман нәрсені де қарауыңа болады. Адам не пайдаланғысы келсе, ол соған байланысты. Адамның қалауына байланысты. Сен ана ішінде жаман нәрсе көргің келсе, оның ішінде жаман нәрсе де толып тұр. Адамды бұзатын нәрсе де толып тұр оның ішінде. Мысалы, сайттарға кіріп кетсең, өмірің быт-шыт болады. Яғни
баланы қаншаға дегенмен қадағалау керек, сосын жақсы нәрсеге қарай бұру керек. Жақсы нәрсеге қарай. Мысалы, тиктоктағы қазір ана кішкентай видеолар, мысалы, ана шықты ғой, Оян қазақ деген фильм шықты ғой. Ана фильмді көрмесе де, андағы тиктокқа түскен қысқа балалар көбіне әсер етті. Мысалы, қазіргі ана документалист Әли Әшімдердің атқарып жүрген істерінің өзі де ол үлкен нәрсе. Әли Әшімнің сондай істерді атқарып жатқанын біз қайдан білеміз? Инстаграм желісінен білеміз. Инстаграмнан шағын видеолар. Мен де оны Инстаграмда. Ол тиктокқа да барған болды. Санжар Керімбай мысалы. Тиктокта бар ма? Мен оны бар, барлығында бар. Санжар Керімбайды, мысалы Санжар Керімбайдың үлкен сондай атқарып жатқан істерін, оны ана біз күн сайын Инстаграмда айқайлап жатқан. Негізі отбасы хрестоматиясының бастауында біздің мектептің түлегі Абзал Құспан тұр ғой. Үлкен нәрсе. Мысалы, сол нәрселер балдарға ақпарат алуына, көздерін ашуға, шын тарихқа мойын бұруына, негізі Әли Әшімнен сен ол кішкентай нәрсені қарадың. Мысалы, Гүлсім Әспентерова туралы қарадың. Әрмен қарай білгің келе ме? Оны кез келген сол әлеуметтік желінің ішінен, сол интернеттен, ғаламтордың барлық жерінен ол туралы бүткіл мәліметтерді әрмен қарай өзің қазаласын. Ізденгісі келген кісі Әлияның 3 минуттық видеосын қарайды да, әрмен қарай өзі ізденеді. Әрмен қарайға гигабайт қаралымдар интернетке байланысты десеңші. Өзіне байланысты. Адам өзіне байланысты. Жақсы нәрсе көргісі келген кісі жақсы нәрсе көреді. Жаман нәрсе көргісі келген кісі жаман нәрсе көреді. Иә. Жалпы жаңа бір сөзіңізде айтып кеттіңіз ғой, балаларды қадағалау керек, немесе жақсы жаққа қарай өзгерту керек деген сияқты да. Сіз осы оқушыларға өзім қалай әсер етіп жатырмын деп ойлайсыз өміріне, мысалы үшін тарихқа байланысты болсын, тарих көзімен қарағанда олардың тарих оқуға деген қызығушылықтарын аштым деп ойлайсыз ба? Енді 100% тарих жасау жүру мүмкін емес. Енді мен бірақ тарих шәкірттерім өте көп негізі. Енді қазіргі кезде көп ата-аналар баланың тәрбиесі, баланың жетілуі бәрі мұғалімге байланысты деп ойлайды. Бірақ ол бірінші ата-анаға байланысты. Екі жақты. Сен 24 сағаттың мұғаліммен 4 сағат 5 сағаты болатын бар. Мектепте көбірек ата-анада болды. Сосын мектеп бітіріп кеткеннен кейін ол әрмен қарай ата-анасымен бірге. Мұғалім оның қасында жүрмейді. Мұғалім оның бағытын ашу, көзін ашу, дұрыс бағытқа сілтеу. Ана жолмен жүр деп айту. Ол ана жолға барғаннан кейін, ана жерге барғаннан кейін басқа жолға түсіп кетуі мүмкін. Сен оны қадағалап отыра алмайсың. Сен жүздеген шәкірттер өтіп жатыр. Ол мектеп бітіріп кетті. Сен оның әрмен қарай қандай жолмен кетіп жатқанын білмейсің. Ол өзінің санасына байланысты ғой. Өзінің санасына байланысты, сосын ата-анаға да байланысты. Ата-ана үнемі дұрыс бағытқа жолға сілтеп, кіммен араласып жатыр, қандай үйлерге кіріп жүр сайттарға. Мысалы айтады ғой. Қыздың қандай болатыны анасына емес санасына байланысты дейді ғой. Мысалы, мен өзім интернатта жатамын ғой енді. Интернатта тұрғандықтан менің ортам өзіме көбірек әсер етеді. Мен кейде байқаймын өзімнің сөздерімнен де өзімнің қасымдағы достарымның кішкене дикциялары дейді ғой, немесе ойларымен кішкене ұшырасып қалады. Сондай ортада негізі мұғалім, жалпы ата-ананың тәрбиесі барлығы баланың бойына, баланың болашақта өміріне көптеген әсерін тигізеді деп ойлаймын. Мұғалімде көзі орталай болады, бірақ оның бәріне бірдей әсер ете алмайсың. Мысалы, класстың группасы болады. Белгілі бір тақырыпты өтесің, класста ол туралы талқылайсың, сосын қосымша қарайсың деп группаға салып жібересің. 15 кісінің 2-і қарайды, 3-і қарайды. Ол нормаль. Себебі ол соған қызығатын, аяғына дейін баратын, соны әрмен қарай талқылайтын адам. Өзіне керегін ала алатын адам. Өте керемет. Жалпы былтыр өзіңіз білесіз, ұлттық бірыңғай тестілеуден біздің мектебіміздің оқушылары керемет көрсеткіштер көрсетті. Оның ішінде мен TikTok желісінен байқағаным, бір шәкіртіңіз тарихтан 20-ның 20-сын көп пробный дейді ғой, енді сынақ тесттерінен жинаған. Бұның құпиясы неде? Сіз оқушыларға қалай түсіндіресіз сабақты? Сабаймын ғой бәрін. Енді жақсы нәтиже болды. Жақсы нәтиже, өте керемет нәтиже көрсетті. 50 балл болса, 2 оқушы 50-ден 50. Асыл жинады былтыр, иә. Мен асылды білемін. 50-ден 50 жинады, сосын айолым 50-ден 50 жинады. Негізгі көпшілігі 47-48 жинады. 130-дан жоғары жинады, 7 оқушы ма? 130-дан жоғары жинады. Ең қуаныштысы 5-еуі тарих пәнін мұғалім таңдады. Қазір тарих пәнін мұғалімдікке оқып жатыр. Негізі жауапты мұқият қарауға керек негізгі нәрсе ғой ұбт дейтін. ұбт сенің болашақтағы өмірінің қай бағыттан жүруіне үлкен әсер ететін нәрсе. Мысалы сен бір мамандықты жақсы көрдің, сол мамандықты сүйесің, болашақта сол мамандыққа барайын деп отырсың. Сүйген басқа? Сосын оған жетудің жолы бар ғой. Ол жетудің жолы еңбектен тұрады тек қана. Анаған сен барғың келеді, армандай берсең бара алмайсың сен оған.
еңбектену ол керек. арман еңбектену керек. Себебі дейтін сен армандадың, бірақ еңбектенбедің, сен балың оған жетпейді. Сен мына мамандыққа, саған грант керек болды ғой. Иә, грант Көрдің бе, керек. жолың басқа жаққа бұрылды. Армандаған сүйікті мамандығың анда қалды. Сенің жолың басқа жаққа жолмен бұрылды. кетті. Жалпы ұбт-ға дайындық дейтін 10 класстан басталу керек. 10 класстан. 10 класстан. Бір жылда ұбт-ға дайындық бітуі мүмкін емес. 10 класстан басталу керек. Сосын ана қазіргі кездегі ұбт 5 пән болды да, 3-і міндет, 2-і таңдау пән болды ғой. Таңдау пән қазір басты рөл атқарады, 50 балдан 100 балл. Сондықтан таңдау пәнге үлкен көңіл бөлу керек. Оны дейтін 10 класстан бастап тереңдетіп оқу керек. Таңдау пән сосын 2-і. Енді оқы, міндетті 3 пән бар. Қазақстан тарихы бар, оқу сауаттылығы бар, математика сауаттылығы сауаттылық бар. Міндетті 2 пән бар, таңдау пән. 5 пән болды. 11 класста тек қана оның 5-еуін бірдей оқып шығу мүмкін емес. Сондықтан 10 сыныптан бастау керек. Иә. Енді кейде болмаса, оның бәрін оқушы да жете өзі дайындалып, өзі меңгеріп кету де мүмкін емес. Себебі тәжірибе деген сөз, оны осы ұбт-ға дайындаумен көптен айналысып жатқан мұғалім нені оқу керек екен, қалай оқу керек екен, қандай жүйемен оқу керек екенін біледі. Оқушы оны білмейді. Оқушы өзі оқыса, көбіне жүйеліктен айырылып кетеді, бағыттан айырылып қалады. Бір ізге түсе алмай қалады. Сосын аяғына дейін жете алмай қалады. Сондықтан ол бір ізге түскен арнайы үлкен әдіс тәсілдер ғой. Ол дейтін, мысалы, сабақтағы тарих басқа да, өзің бастадық қой биыл 10 класс. ұбт-ға дайындықтағы сабақ дейтін ол мүлдем басқа нәрсе. Сабақта бір тақырыпты алдың, талқыладың, айқайластық, шуластық, анау басқа пікір айтты, анау басқа айтты, бір пікірге келістік. ұбт-ға дайындықта серьезно қарайсың да? Ондай нәрсе емес қой. Бізде даты үшін ана нәрсе тестта келуі мүмкін, мына сұрақ келуі мүмкін, мына жерді дұрыстап белгілеу керек. Сосын оны сен қалай меңгеріп жатқаныңды білгім келсе, мен байқайсыңдар ма, тек қана тестпен тексеремін. Себебі біз ұбт-ға дайындалып жатырмыз. Былтыр біз 9 класста мен сендерді ешқашан тестпен тексермейден. Ашық сұрақтар болды ғой. Ашық сұрақтар, талқылаулар, эсселер, презентациялар болды. Сабақ басқа нәрсе, ұбт-ға дайындық деген басқа нәрсе. Екеуі екі түрлі нәрсе, өзгеше жүретін нәрселер. ұбт-ға дайындық деген шынымен де негізі ауқымды нәрсе сияқты. Өйткені бүкіл алдыңдағы өміріңнің барлығы соған байланысты. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой. Арманың мына жақта қалады, бірақ жолың өзгеріп кетеді. Енді өзгеріп кетеді, сен түсінбей қалсаң арманың. Иә. Бірақ сол жолмен жүріп өзіңнің арманыңа жету мүмкін ғой. Мүмкін ғой? Мүмкін, иә. Мысалы, сізде көптеген осы тарих пәнінің мұғалімдігіне келу үшін көптеген жолдарды жүріп өттіңіз ғой өзіңіз. Мысалы, өзіңіз бір сабақта айтып қалдыңыз ғой, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болдым. Мен сол кезде қатты таңғалдым, қалай тарих пәнінің мұғаліміне келді деп. Жалпы сол, сізге тағы осы соңғы сұрағым мынандай. Егер сізге белгілі бір тарихтың бір кезеңіне баруға мүмкіндігіңіз болатын болса, сіз қай кезеңге барар едіңіз және неліктен соған барар едіңіз? Сен соны біліп тұрсың негізі. Алашқа барасыз. Мен жаңа ойладым. Қазақ съезінде отырар едім. Жалпы мен ойладым, сіз Қасым ханның тұсы деп айттыңыз ғой ана сабақта. Қасым бекен, Алаш бекен деп ойланып отырмын да сіздің. Сен қай ханды жақсы көресің деп сұрадың ғой. Иә, мен Қасым ханды. Сен тарихтың қай кезеңін жақсы көресің деп сұраған жоқсың ол кезде. Қай ханды жақсы көресіз деп. Мүмкін сол ханның тұсына Қасым ханның кезінде, мысалы мен Шыңғыс ханның кезінде маған қызығырақ. Бірақ Шыңғыс хан туралы ана айтылғандардың көбі аңыз ғой. Сосын ол дәл емес болуы да мүмкін. Алаштың кезі дейтін көп, ол туралы кинолар да көп қазір. Ол туралы деректер де көп, естеліктер де көп көрген адамдардың. Аның бәрін оқып келгеннен кейін өзің ішінде жүрген сияқты болып сезінесің ғой. Иә, кітап оқығанда да солай ғой. Андай барғың келеді сонда. Мысалы, мен кітап оқыған кезде көбіне КСР заманындағы 80-90 жылдары жазылған шығармалар оқыған кезде сол заманға барғым келеді. Сол сияқты болып тұр ғой. Анда сол Орынборда 2-ші жалпы қазақ съезінде Алашорданың жариялаған ішінде тұрған дейді. Кім болғыңыз келеді Алашорданың? Машина временемен барып Оралдан барған депутаттардың арасында отырсаң да жібереді. Өзіңіз сол алаш тұлғаларының ішінен қайсысын өзіңіздің жаныңызға жақын көресіз, немесе қайсысын өзіңіздің кумиріңіз ретінде көресіз? Әрбіреуінің негізі белгілі атқаратын рөлі бар ол жерде. Атқаратын жұмысы бар. Сосын Әлихан ол көшбасшы, жұрттың бәрін өзінің артына ілестіруші, бәрін біріктіруші күш. Лидер, да? Саяси көшбасшы ғой. Кім дейтін? Ахмет дейтін ол жердің идеологиясы ғой, идеолог. Ана жұрттың көзін ашу, газетті ашу, өлең шығару, жұрттың бәріне түсіндіру, айту, оқуды түзеу, білімді түзеу, идеологиясын бәрін жүргізуші. Міржақып сол екеуінің қара жұмысын бәрін атқарушы ғой. Оян қазақ деп айқайлағанмен оның мінезі соған келеді. Ана қара жұмыстың бәрін бүткіл. Айқайлайтын жерінде айқайлап, ұратын жерінде ұрып. Мінез жағынан келсең де Ахмет дейтін жұмсақ қой. Жұмсақ, иә. Міржақып дейтін қатты ғой. Әркімнің өзі, Мағжан лирик қой, сыршыл ғой, эмоцияға көп берілетін. Әркімнің өзі ол жерде атқаратын рөлі бар. Мысалы Әлімхан Ермековтерді айтсам да, математик дегенмен ол
до точность қана шекарадан бөлуге точно дұрыс таңдаған ол кісіні. Дұрыс таңдаған, бәрін да. есептеп дұрыс кесіп пішетін адам ғой. Мысалы жаһаншалар ерекше шешен адам болған. Анда Мәскеуге келіссөзге жіберілу тегін емес қой, Ленинге жаһаншаны жіберу. Ең шешен алаштықтардың ішінде ең сөзге шешен жаһанша болған. Мен бірақ бәрі Бақтиярий Құлманов туралы көп айтқым келетін еді ылғи да. Бақтиярий Құлманов Жаңғалада қайтыс болған ғой. Мен Жаңғалалықпын ғой. Ол кісі жерленген жері әлі белгісіз. Сосын мен алаштықтар жөнінде нелерді осы ғылыми жобаларды бастаған кезде сол Бақтиярий Құлмановқа байланысты болып бастап кетті ол. Содан бері алашқа қатысты ғылыми жобалар жазып жатыр. 15 жыл болып қалды ғой. Қуғындалған Хазірет деген сияқты көптеген нелердің барлығын. Ол қазір енді алаштың барлық жағын қазып жатырмыз ғой енді. Қазір біз діни және әскери қызметкерлердің келдік соларға. Иә. Көріп жүрмін күнделікті өмірде. Соның ең бастысы сол Бақтиярий Құлмановтан басталып еді баяғыда. Иә, сосын бір сабағыңызды естіген сияқтымын мен. Осы Самарадан ба қайтып келе жатқан кезде Әлихан Бөкей ордасына келген. Сол туралы беріңізші. Мен сол туралы нақты көп деректерім жоқ. Жалпы Әлихан біздің қалаға да келген деген әңгіме бар ғой. 1905 жылы партия құру мақсатымен бізге келген деп. Бізде Жұмпитада сол батыс қанаты ма? Ол кейін 17 жыл. 5 жыл партия құру үшін осы жаққа келген деген бар. Сосын Самараға жер аударып жүрген кезінде нетқа Бөкейордада болған деген әңгіме бар. Нақты сол қай жерде барды, қай жылы барды, кіммен кездесті, сол нәрселер толық емес қой. 16 жыл көтеріліске қарай қатысты Маңғыстау жақта болды дегенмен соның бәрі нақтыланбаған нәрсе. Иә. Сондықтан ол туралы айта алмайсың. Тарих қайталанады дейді ғой жалпы. Сол соған сенесіз ба? Тарих қайталанады деп ойлайсыз ба? Өткеннен сабақ алмаса дейтін басына келіп қайта тоқпақ тие береді ғой негізі. Тарих қайталанғанда сол күйі қайталанбайды ғой. Тарихта болған оқиғалар белгілі бір кезеңдер өткен кезде сол қателіктерден сабақ алмағандықтан қайтадан сол жолды сол қателіктерді қайтадан бастан кешіп өтетін кездер болады ғой. Мысалы нағыз шешуші сәттерде басымыз өртпей қалған кездер, Аңырақа шайқасынан кейін, 17 жылы ақпан төңкерісінен кейін, 91 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін, уақытша болса да біртұтас болу керек кезде жан жаққа бөлініп, әркімнің өз мүддесі болып бөлшектеніп кеткен кездер. Дәл сол күйі тарих қайталанбайды, себебі алға қарай кетіп жатыр. Арбан доңғалағы сияқты деп айтатын еді, Тұрсын Жұртбай. Тарихтың доңғалағы арбан доңғалағы сияқты. Жүре береді. Ол алға қарай жүре береді, бірақ оқиғалар ұқсас болатын артында ізі қалады деп айтады арбан. Сол алға қарай жүре береді, дәл солай қайталануы мүмкін емес. Мен сол сұрақты ойыма түсірген кезде былай ойлаймын. Тарих қайталанбайды. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, тіптіке бірдей қайталанбайды деп, бірақ мен ойлаймын оқиғалары кішкене ұқсас болатын сияқты саған. Дәл солай қайталанбайды, себебі технология дамыды, ғылым дамыды, адам өзгерді. 20 жылдың ішінде көп нәрсе өзгеріп кетті ғой. Мысалы, тарих қалай өзгерді? Соңғы 20 жылда немесе 10 жылда тарих пәнінің кітабы қалай өзгерді, немесе тарих қалай өзгерді деген сияқты сұрақ. Оқулықтар ма? Оқулықтар немесе тарих, осы Қазақстан тарихының. Оқулық біртіндеп дамып кетір бізде. Себебі алғашқы кезде дейтін еңбектер аз болды, материалдар аз болды. Қазақ тарихын бұрын оқытылмады. Соған қажетті нәрселер жоқ болды. Сол біртіндеп бұрын кеңес үкіметінің тарихына өте көп көңіл бөлінді. Уақыт өткен сайын ол азайып кетір. Өзіміздің тарихқа көңіл көбірек бөлініп кетір. Жаңа деректер шығады, жаңа оқиғалар болады. Соған байланысты өзгере береді. Болашақта енді ана 6 жастағы орта ғасырдың кітаптарына көп жаңа карталар келетін бар деп ойлаймын. Қазір бізде карталарға көп көңіл бөліне бастады соңғы кезде қазақ хандығына қатысты. Сосын соңғы қазіргі заман тарихы да енді қазір биліктің ауысуына байланысты ол да өзгеретін бар. Енді бір 2-3-4-5 жылдың ішінде 5-6 жылда өзгеретін бар. Енді ежелгі дүние көп өзгере бермейді. Ежелгі дүниенің өзгеруі көбіне жаңадан табылған археологиялық деректерге байланысты. Иә, соған байланысты бар. Жалпы осы тарих туралы таң қорып айта беруге болады ғой. Сіз де айта беретін шығарсыз. Енді сіздің айтқандарыңыздың барлығын қорыта келе, көрермендер де өздеріне өмірлеріне түйткілді бір түйіп алатын бір түйін тауып алды деп ойлаймын, есептеймін. Келіп отырғаныңызға көп рахмет, алғашқы қонағымсыз. Сізге көп алғысымды айтамын. Өзіңе де көп рахмет. Сәттілік енді. Амин.